бүгін кітапханаға келіп отырсыз, қош келдік дейміз. Енді мынау сіздің мынау журналист мамандығын алу себебі ол мысалы үшін кітаптардың қандай сізге үлесі тиді, осындай шамаға келіп, мысалы үшін тұлға болуыңыздың арқасы осы кітаптардың қандай рөл атқарды сіздерге, өзіңіз қандай кітапты оқығанды жақсы көресіз, соған тоқтала кетсеңіз. Енді біз 60-жыларды өздік дейміз ғой. Біз айтуға көзімізді тырнап ашқанда кітап оқыдық деп. Ол кезде интернет жоқ, телевизор жоқ заманы. Сотовый телефон жоқ, біз тек қана білімді кітапты ғана алатынбыз. Мен мысалы айтайын жаңағы Абай жолы деген романды Мұхтар Әуезовтің жаңағы қазақтың классик жазушылар бар дейміз, енді Сәбит Мұқановты жаңағы Айып Мүсірептерді өзен оқыдық алғашқы кітаптарды. Біз мысалы мен 59 жыл Қарағандыға келгенде екінші мектеп интернатқа. Сол кезде қазақ әдебиетінің байи түсті. 58 жылы ғой дейміз, мына біздің бір топ жазушыларымыз Бейімбет Майлин, Яшен Сабуров, сосын сол кезде бір топ жазушыларымыз ақталды. Бұл қазақ әдебиетінің көмір, мол үлес қосылды. Одан кейін тәуелсіздік алдында елек алаңында тағы да бір топ қазақ жазушылар, жаңағы Шәкәрім Құдайбердіұлы, жаңағы көптеген тағы қазақ жазушылар ақталып, қазақ әдебиеті байи түсті. Осы да өзі байи, мысалға айтамыз ғой, Мұхтар Мағауин қазақ әдебиетін 5 ғасырға созды деп. Мысалы 5 ғасыр жырлай деген осы шығарған жинағы бар. 5 ғасырдан келіскен екен біздің әдебиетіміз, бірақ түрлі басымызға түскен түрлі саясатпен көрсіз ғой, жаңағы біздің қанша мағыстарымыз біздің ұрпаққа мысалы 58-59 жылға дейін біз сол кімдер білмей келдік, мысалы Бейімбет Майлинді, Сәкен Сейфуллин білмей келдік, өйткені кітаптары жоқ болды. Ал қалай қазақ әдебиетіміз содан кейін байыды деген сияқты. Енді мен айтар едім, екінші бір қыры тағы да қызық менің әдебиетке келуі, жалпы кітап құмар болған екінші бір қызық жағдай. Тіпті орысша айтқан неожиданный нәрсе бар. Мен шахматында өскен едім. Сол осы қалаға келісімен 8 класста Пенделер сарай дейтін бұл шахматқа келіп, сосын ол кітаптары көмілген жаңағы. Ана теориясын оқушы көп оқуын, газетті күнде газетті оқу керек болды, өйткені ана сол кезде Ботвинник сынып дегендер ойнап жатты, сол Правда газетіне жаңағы көкөністерге шығып жатады. Сол жаңағы комментарийлерді оқып, өзі жүкті шахматшы болып қалған, жаңағы бұлар қалай жазды екен деп әуестен. Содан бір-екі жерге өзім мақалаларымды жіберіп, шахматқа байланысты мақала жіберіп, олар шығып мәз болып мен. Содан бастап бірте-бірте мен ана публицистикаға солай келдім. Қалай мақаланы қалай жазу керек, нені қамту керек, не нәрсеге көңіл аудару керек сияқты. Содан бірте-бірте мен журналист болып алдым. Өзім политехнический институт бітірсем де, мен политехник институт бітіргенде. Ол кездегі заман қандай, ол кезде инженерлік мамандық алып, экономик мамандық алып шақырды, ол дұрыс та болды, өйткені еліміздің экономикасы өспей жатты. Біздің елдегі политехникалық институт өте бір сол кездегі. Біздің жалпы Қарағандыдағы мысалы политехник институт болсын, педагогик институт, медициналық институт болсын, өте жоғары дәрежедегі институттар еді олар. Білімді жақсы беретін бізді. Талай Ресейден, басқа жақтардан келіп бізге оқитын. Әлі келіп оқып отырған, мысалы өндірдің, көресің, өндірдің осында жүр студенттері деген сияқты. Ресейден келіп жатады. Біз Қарағанды үшін білімнің үлкен қаласымыз. Содан біз жақсы білім алдық естіпей аламын өзім. Мысалы мен техникалық политехник қызыл дипломын бітірдім. Бірақ кейін мен сол қалай сол сенімі қалдым да, тек шахтаның жұмысы, филология факультетін бітіргенде. Сосын жаңағы өзімнің екінші қырым, журналистика жағын соған ауысып кеттім. Мен мақала газеттерге жазып жүргеннен кейін жаңағы орталық қазақстан газетімен қабылдады жұмысқа. Алғашқы кезде қиын болды, бірақ кейін жаңағы төселіп кеттік сол жұмысқа, содан бері мен Зейнетке сол Зейнеттен шықтым, журналистикадан шықтым. Өзімді сол творчествомен айналысып, жаңағы шығармашылық, мысалы Саттар Ерубаев. Саттар Ерубаевты мен осы бір кітабын осының 5-6 жас шығарып жатыр. Саттар танылу дейді, Саттар Тозыға кейінгі ғалымдар ештеңе үлес қосқан жоқ. Бір кезде кім міне Тұрсынбек Ақыштың шығарған кітабы, 59 жыл, 79 жыл шығарған. Сол 89 жыл бір шығарды, 99 жыл бір шығарды деген сияқты, солай қайта-қайта басып шығарып жатыр. Бірақ бұл кісінің де әлі басылмаған қырлар, әлі жарық көрмеген еңбектері бар.
және қайдан деңіз, осы Қарағанды қаласында істеп жүрген кезіндегі шығармалары. Ол кезде латын әрпімен жазылған, жаңа біздің орталық Қазақстан газеті ол кезде Қарағанды пролетариат деп аталған латын әріпімен шығатын. Оны көп адамдар оқи алмайды қазір. Сол біраз шығарма, және бұнда қиындық. Ол кісілер ол кезде қиын заман болды, жаңағы псевдониммен көбінесе аттарын беретін. Сондықтан оны кім екенін, кім жазғанын білмейді. Соңында түспесін деп қорқа ма? Мысалы осы кітаптың өзінде кім келтіреді? Мысалы, көз деген сияқты сондай псевдониммен берген екен. Көз, Қарашаш, нешеден аттармен берген екен. Бұна да біраз еңбектерін тапқан екен сөйтіп. Әлі де біраз еңбектері бар, мен тауып қойдым, жақында соны бір журналға ұсынайын деп жүрмін. Жас толқын ақын жазушыларымыз шығып жатыр. Соны қаншалықты осы біздің аға буын сіздер сияқты кісілеріміз, мысалы үшін ақын жазушыларымыз, атақты адамдарымыз қаншалықты жиі оқиды осы ақын жас толқындардың жаңада шығып жатқан шығармалар. Өзіңіз жалпы оқисыз ба? Кімді мысалы? Жамашы жақсы сұрақ, өйткені мен бүкіл Қазақстан туралы айтпай ақ қойып, өзіміз Қарағандыда көптеген жас ақындар бар. Кейінгі кезде сұлтықтан ақындар шықты. Шығып жатыр адамдарына жаңа бір кітап көрсетіңіздер. Жас толқындар. Мына әкең кіші осылай еді? Жоқ, жеп тұрып қой. Жаңа бір шығармаларын алып көздер ғой, Сарыарқа кітапханасынан. Сарыарқа кітапханасынан. Сонда мысалға жас ақындардың шығармаларын топтап бір бердік. Осында Серік Ақсақалов бар, бәрі жаңағы Қойбай бар. Сол шығарып, 20 шақты ақынның шығармаларын жинап бір том қылып шығарды. Қазір оны Алматыда баспалар шығарып жатыр. Бізде жақ талантты ақындар бар. Орталық Қазақстанда істеп жүр біраз деген сияқты. Мирас Асан деген қазір неге кетті, Егемен Қазақстанда істейді, сондай. Олардың шығармалары кітаптап шығып жатыр, газет журналға шығып жатыр. Өте талантты ақындар бар бізде. Бұдан оларға қарап, шынында да көңілім марқайады, сонда қазақ тілінің болашағы зор екен деген. Кітап оқу жиілігі туралы не ойлайсыз? Кітапты жиі оқыған дұрыс па, әлде араға уақыт салған жөнде? Кітапты жас кезде жиі оқу керек, көп оқу керек, өйткені мектепте оқыған кезде өзіміз басалмай оқыдық деп жатырмыз ғой жаңа. Орысша кітап бар, қазақша кітап бар деген сияқты аударып жатыр. Қазір ағылшын тіліне әуе болып жатыр, онда ағылшынша шыққан түпнұсқасынан да оқу керек, Шекспирді мысалға, иә. Сондықтан жас кезде кітапты көп оқу керек деп ойлаймын. Өйткені адам сол кезде ақыл ой қалыптасады. Кітаптан алады көп нәрсені. Енді анау үлкен кітаптарды, классикалық туындыларды, немесе қазіргі бір мықты жазушыларды оқып жүру керек, өйткені олар айтқанда кітап деген өзінің рухани азық. Ол азық әркімнің жүрегінде болу керек. Соның үшін кітап оқыңыздар дейді. Кітапты оқыңыздар, интернетте қараңыздар.